Ага. У вас потек кран? Отлично! В смысле, вы по адресу обратились. Мы сейчас приедем и все починим. Ну что? Түсінбедім. Клиент диалогтың қай бөлігінде өз мекен жайын айтты. Алғашқы секундтарда клиент максимум айтқан сөзі ол «Сәлеметсіз бе, біздің кранымыз ағып жатыр». Содан кейін Луиджи оған бір сөз айтуға мүмкіндік бермеді. Мен Марионы қайда жүгіріп бара жатқанын түсінбеймін, егер Луиджи тіпті қайда бару керектігін айтпаса. Бұл жігіт жәшікті көтеріп түсіреді. Не үшін? Марио есікті еш қиындықсыз ашты, яғни есіктің ашық екенін білді, бірақ бәрібір олардың үстінен 2 рет секіріп өтті. Отпад! Протекло в ванной на втором этаже. Олар дұрыс үйге келді ме? Өйткені дәл қазір рояль осы кішкентай терезенің алдында тұрды, бірақ қазір терезе бірнеше есе үлкен, ал пәтердің өзі бірнеше есе үлкен. Луиджи